Астана халықаралық қаржы орталығында МФЦА-да жаңағы common law common law-ға құрылған ағылшын тілінде біз ештеңені өзіміз ойлап тапқан жоқпыз. Бұл дүние жүзіндегі бір 56 шақты осындай қаржы орталықтары бар. Зейнетке шығатын қаржыңды сол жерге жеке сақтап қойғың келсе, оны ақырындап өсіруге жаңа S&P 500-ның ETF-і жеткілікті негізі. Біз экономить етуді үйренбегенбіз. Бізде халық та, үкімет те экономия деген затты аса мән бергілері келмейді. Шыны керек ойламаппын, осы жасқа келіп бір тіл үйренемін деп қытайша үйрене бастадым. Өйткені біз енді үйреніп қалдық. Барлығы ағылшын тілінде халықаралық бизнес жасап жатқан адамдар барлығы ағылшынша сөйлейді дегенде, бірақ Қытайда олай емес. Виза алып тастағаннан кейін өте көп қытайлар келе бастады. Келгенде қазіргі таңға соңғы бір жылда қарасаңыз, жаңа айттық қой, 7-10 компания күніне тіркеліп жүр дегендей. 10 компания тіркелген күні, соның 6-7-і ол Қытайдан. Сол 6-7-інің 3-4-і тау-кен саласында. Қазіргі айттық қой, талас тек қана инвестиция емес, талас осындай мамандарға, замазги дейді ғой, осындай мықты мамандарға. Өйткені мықты маман ол әрқашанда инвестиция тартудың да, жұмыстың жүргізуінде, проекттің жүргізуінде бір амалын табады. Мысалы, резервный капиталдан 6 айлық ақшадан көбірек болса, қарай инвестиция жасай берсе, жаңағы ең жас кезде әрине көбінесе S&P 500, кейін мысалы 35-40-тан асып жатқан кезде уже кішкене облигациялар қосса, жаңағы 5-10% алтын, бір 5% биткоин, соларды ақырындап өсіре берсе, адамның жағдайы әрқашанда жақсы болады деп есептеймін.